Алланың елшісі, маған ақыретте Алланың азабынан құтылатын бір амал жайында хабар берші деп айтты. Күшті сұрақ. Бәрімізге керек сұрақ. Маған да керек ол сұрақ, бәрімізге керек. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынаған ие бол деп айтты. Бағанағы хадистің айтылған жері мынаған ие бол деп айтты. Сосын мен өз-өзіме ішіммен сөйлестім дейді. Мен өзім онсыз да көп сөйлемейтін адаммын. Неге bunu маған айтып жатыр деп айтты дейді. Сөйтіп кейін дейді, осыдан қиналдым деп айтты дейді. Тілден таптым дейді. Кейін менің ең ауыр сынағым дейді. Тілден ауыр сынақ көрген жоқпын дейді. Тілге ие болудан қиын нәрсе жоқ екенін түсіндім дейді. Кімге не айту керек екенін біледі да пайғамбарымыз. Анау ақындығы бар ғой бәрібір. Сәл қудыртып жібереді да адамдарды отырып алып. Шайырлығына салып. Сол үшін мынаған ие бол деп айтты дейді. Бұл сені қиямет күні құтылғызады деп айтты. Пайғамбарымыздың хадисі бар саллаллаху алейхи ва саллям. Кім екі ерінің ортасындағы ие болса, екі бұттың ортасындағы ие болса, жәннатқа кепіл болам мен дейді. Мен оған гарантия болам дейді. Жәннатқа. Екі нәрсеге ие болса дейді. Екі тілінің ортасында және екі бұтының ортасында. Зинадан сақ болса және өсек, өтірік, ғайбат, айыптау, айыбын ашу, жала жабудан сақ болса деп атыр ғой. Тілдің апаттары.